Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі пәнінен 101-ші сабақ қайталау сабағын өтеміз. Балалар, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Мақалды көркем жаз. Туған жер алтын бесік. Балалар, енді осы мақалды қалай түсінесіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Жақсы, балалар. Туған жер дегеніміз, ол біздің алтын бесігіміз, кіндік қанымыз, тамған жер, анамыз, балалар. Туған жерден алыстап кетсек, әр қашанда біз сағынамыз оны. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болатын болса, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Жұмбақтарды оқы, шешуін тап. Қоз құлақты жүз түсті, жүзінен бірақ із түсті. Ол не, балалар? Суреттен көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, жұмбақтың жауабы ол ара. Келесі жұмбақты оқимыз. Еңбегі бапты, емгені тәтті, өмірлік нәрін гүлдерден тапты. Ол не деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, ол ара. Енді балалар, ара деген сөздерге мағынасына қарай ажыратып көрейікші. Бірінші ол ара. Не еді ол? Дұрыс айтасыңдар, ол зат еді. Келесі ара, ол жәндік. Яғни жазылуы бірдей болғанымен мағынасы әртүрлі. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Сызба бойынша тиісті сөздерді айт. Енді балалар, заттың атын білдіретін, заттың қимылын білдіретін, заттың сынын білдіретін сөздердің, заттың санын білдіретін сөздердің қандай сұраққа жауап беретіндігін айтамыз. Есімізге түсірейік. Дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Яғни заттың атын білдіретін сөздерге кім-кімдер, нелер деген сұрақтар қойылады. Заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, қайтты деген сұрақтар қойылады. Келесі, заттың сынын білдіретін сөздерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Заттың санын білдіретін сөздерге, балалар, неше, қанша, нешінші деген сұрақтар қойылады. Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Олай болса, алдыңғы тақырыпта өткен ережелерді есімізге түсірсек, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.